Батыр азғантай жатып еді, демалайыншы деп, наны сырш деп қызыма. Енді қызымның наны істеген ысырған түрін көріп шошынып өзім таңдап тұрмын. Ана былай ұрды, білмеймін, нанды ұрды, одан столды ұрды. Болып жатыр. Азғантай белін жазайыншы деп жатып едім. Болып жатыр, кәдімгі тарс тұрс деп. Біздің потолоктың соңғы түрі күндері 9 күн жаңа потолокқа келіп қондыратын болды. Өзімше бұларға жаңағы кеше жылқының етін алғам. Түнде тұздап қойып, бүгін қазы тығып, шұжық тығып, дайындағам. Балдарына ет асып беріңіз, 5 қамақ пісіріп беріңізші деп бәрін жасап болған шағын бәрін бітіріп. Берім қысып кеткенсін жатайын, қызыма нанын ысып қойып, ненің деп астым. Бұтшыты шығып жатыр. Қатты нан, өмірінде қатты нан ысып көрмеген діңкесі құрып жатыр. Қой тұрып өзім ысып берейін, не де болса. Мінекей. Уже ысып болды нан. Мынау ненің ысығаны, ана қызымның ысығаны. Уже нанын түсіріп алдық. Быжыңғыш, етін турап жатыр. Ет езіп кетіп па? Айттым, ана түсіріп алың деп. Нет, картошка. Әкеңе майы жоқ еттен салыңдар, сосын ет картошка салыңдар. Сәннен соң бір ойбайлап айқайлап шығып. Бер жері болады екен. Мінеке күшті керемет. Ана бәрін қиып жұрстап басымен. Күшті беш бармақ шықты. Апаңыз келсін. Бастай беріңдер, ал жей беріңдер. Ас болсын ал. Машукай, тамақ жейміз кел. Беш. Қалай ұлттата жүрсің кен ба епке? Ас болсын. Шалында да бетім қисықты бұты өзі қарып, просто да түсе салғам. Онкология деп берген жоқ па? Қорқам мен содан кейін бірдемеге баруға. Докторға барсаңыз бір жерін бірдеңе деп береді, сау емес деп. Қалай болған? Машинай, бешбармақ қалай, дәмді ма? Құдай жаным. Асымыз дәмді болсын міне. Бір балдардың қуанышы бешбармақ. Әкелері өлсе де бешбармақ жегісі келмейді. Мен барда пісірмейін деп ұрсады. Қас арғыдай сваришься, балам. А балдары болса жаным келеді бешбармақ десе. Ана уже половина тарелки нету. А мынау шұжықты біздеңде балдар жемейді. Сол үшін тек қана өзімен шұжық. Қарта бәрін өзіме отдельно салып отырмын. Олар жемейтін болған соң. Күшігім менің, жылап болдың ба? Ашыланып болдың ба? Енді тамағын жесің ба? Тыныш. Тамақ болдың ба сен жеп? Ең салып жесің, тамағын жеп, ұрылың өзіме. Отырыңыз мінекей, сау болыңыздар, келесі кездескенше.